Бауыр ауруы үй жағдайында емделу үшін кейбір шараларды орындауға болады, бірақ дәрігердің кеңесі маңызды екенін ескеру керек. Міне, бауырды емдеуге арналған кейбір тәсілдер. 1. Дұрыс тамақтану. Көбірек көкөніс пен жеміс-жидек. Бауырды қорғау үшін антиоксиданттары бар көкөністер мен жемістерді көп тұтыну ұсынылады. Тамақтанудың дұрыс тәртібі: майлы, ащы, тым тұтынықтардан сұйықтық ішу, күніне жеткілікті мөлшерде су ішу бауырды тазартуға және оның функциясын жақсартуға көмектеседі. 2. Сұйықтық пен шөптер. Қуыршақ тамыры, календула. Бұл шөп бауырды тыныштандыруға және оның жұмысын жақсартуға көмектеседі. Тамырлы балдыркөк, цикорий. Бұл шөп бауырдың детоксикациясына көмек көрсетеді. Жасыл шай. Жасыл шай құрамындағы антиоксиданттар бауырдың қорғанышты қабілетін арттырады. 3. Үй жағдайында тынығу. Бауыр ауруының симптомдары байқалса, көп демалып, стрессті болдырмау керек. 4. Алоэ вера сусыны. Алоэ вераның шырыны бауырдың қабынуын жеңілдетуге көмектеседі. 5. Тамақтану мен дәрумендер. В6 және F12 дәрумендері бауырдың қалыпты жұмыс істеуіне әсер етеді. Егер бауыр ауруы айқын белгілермен байқалса, ауру, сарғаю, терінің түсінің өзгеруі, құрғақтық, дереу дәрігерге хабарласу қажет. Сіз маған тіркелсеңіз өкінбейсіз. Мен тек пайдалы және керемет ақпараттар айтатын боламын. Сізге тағы қандай ақпарат керек комментарийге жаза кетіңіз. Мен оқып жауап беремін.